Сармайға күрішті салып пісіріп, дәл осындай қонақ дастарханға арналған керемет тағам жасауға болады. Ең бірінші картошканы пісіріп аламыз. Дәл осылай соломкалап турап, дәмдегіш тұзды салып, сұйық май құйып араластырып, листке салып, духовкаға жібереміз. Ал енді сочный подливка дайындау үшін майға пиязды, етті барлығын қуырып аламыз. Сарымсақ, томат пастасы, ұн саламыз. Сол кезде қою подливка болады. Тоз бұрышын салып, су құйып, жай отта бұқтырып қоямыз. Гарнирін дайындау үшін бесті басмати күрішін пайдаландым. Шашырап пісетін жақсы күріштердің бірі. Бір суға жуып алып, майымызды ертіп, осылай бір қуырамыз. Құрғағаннан кейін су құйып, тұз салып, бетін жауып, жай отта бұқтырамыз. Қараңыздар, подливкамыз да пісіп қалды. Енді 2 ас қасық қаймақ қосып, тағы бір араластырамыз. Ал енді қонақ дастарханға дәл осылай ұсынуға болады. Духовкада піскен картошкаларымыз өте дәмді болып шығады. Подливкамыз сочный болып шығады. Дәл осылай көк пияз, қызыл пиязбен әрлесеңіздер болады. Дәмді тағамды байчи кениялық Масай Мара шаймен ішуге кеңес беремін. Ешқандай красительсіз, қоспасыз, таза шайлардың бірі. Сізге ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қонақ келгенде дайындап көріңіздер, ас болсын.